Студент Сапаратлет, зертханалық жұмыс 14, зертханалық жұмыс 14. Бізде бұл жерде Linux және Lifo инструменттерін қолданбау арқылы өзімізге термодатчиктің көмегімен термисторлар қолдану арқылы құрылғы шығару керек болып табыламыз. И оны біз LabVIEW бағдарламасын жасайтын боламыз. И және де одан бөлек екінші термодатчик қосу арқылы самостоятельный работаны істеу керек боламыз. Бұл бізде бірінші бөлім болып табылады. Біз бастапқыда LabVIEW бағдарламасын ашамыз. И бізде бастапқыда өзіміздің жіберген файл бойынша инструкторлар көрсеткен инструкторға қарай арқылы біз өзіміздің бүгінгі лабораторный работамыз, самостоятельный работамыз бірге істейтін боламыз. Қысқа самостоятельный работаны істейтін боламыз. Бізде бастапқыда файл структурасын ашқанын көре аламыз. Бастапқыда файл структурасын ашамыз. Өзімізге керекті. Одан кейін біз search арқылы өзімізге керекті visa configuration serial port тартып аламыз. И осында біз жаңа бастапқыда неде көрген арқылы бізге баста visa name, resource name керек болатын болады. Ол бізде create control арқылы іздейміз. Бұл бізде не үшін керек болады? Бұл бізде біздің қандай порт жалғау үшін, соны білу үшін. Одан кейін бізде ответ беру үшін сол портқа 9000 адрес болғанда біз контрол қолданамыз. И осылай көре аламыз. И одан бөлек бізге тағы да керек болады invoke node. Бұл бізде қалай жалғанады бұл жайлы. И бұған тағы да бізде керек болады this vService reference. Осын жалғау арқылы біз осын алып біз бұны мұнда жалғаймыз. Көргеніңіздей өзі арқылы өзгереді. И бізде бұл жерде определенный не таңдау керек боламыз. Так, метод browse нақты білу үшін. И бізде бұда default страница керек болатын болады. Default. Ок, көргеніңізде жалғаймыз. И одан кейін біз бұл error outты алып, осында жалғаймыз. И осыдан бізде find first error функциясын алатын боламыз. И бұны біз осында жалғайтын боламыз көзделген бойынша. И одан бөлек бізге тағы да not бульоны керек болатын болады. Not бульоны. Что біз оны біле алу үшін бұны жалғаймыз. И инструкция арқылы көреміз. Avail бұл біздегі бұнда біз өзіміз бульон қолданатын боламыз. Squarelet деген. И осыған біз кешірім сұраймын. Avail label деп avail деп жазатын боламыз. Ол кейінгірек кейінде соңына таяу кішкене өзгертетін боламыз. Так, осыған келіп осында жалғаймыз. И бұны біз осылай өзімізге тиімді ретінде қолданатын боламыз. Ары қарай біз жалғастыратын боламыз. Ары қарай бізде visa configuration біздегі 3 структура қолданатқанымызды көреміз. Бұл структуралар бізде болып табылады. Case структурасы, что on, or соларды true, false ретінде көп основаны қолдану үшін. Біз бастапқыда енді бірінші кішігірім структурасы қалай дейтін аламыз. Бұл бізде true болып табылады. И true'дің ішіне бізге visa right керек болатын болады. И тура осындай структура біз тағы да текст шығарамыз. Бұнда әрине. Ой, кешіріңізші. Структура. Бізге керек болады visa right. Visa right жалғайтын боламыз. Одан тағы да керек болады. И visa right'ты біз бұнда жалғау арқылы неге көріп тұрғандарыңыздай бұны осында и осында жалғаймыз. И бұдан біз тағы алып шығу керек боламыз. Бұнда жалғастыратын боламыз. Дәл солай біз бұны екі структурадан өтетін деп аламыз. И мұнда біз тағы сіз айтамыз create control 2
Bu деген значение орындалған кезде, жазылған кезде біз serial мониторда осы конструктор орындалу керек деп алатын боламыз. И біз және де false'та бұлар бір-біріне жалғап жүретін боламыз. Ол несі? Так, мында тура сол. Тура сол уақытта орындайтын боламыз. И мында create constant и 3f serial жазған кезде олар орындалып тұра аламыз. И false'та біз бұлар бір-біріне ой, арамызға жағайып қалады деп түсінеміз. И бұдан кейін біз фронт панельде бульонның ішінде екі бутон создавать ететін боламыз. Бізге керекті. Button жұмыс көздері. On turn кнопкасы, одан кейінгісі button кнопкасы болып табылады. И бұларды біз соответствующий өзінің бағытында орындай қоятын боламыз. Мында да. И біз так байқағандарыңыздай, бұл жерде бізде бастапқыда одан кейін бізде тағы да property node несі орындалынған, функциясы алынған, и осы функцияның ішінен кейін бізде case структура қолданылатын болады. Значит, біз property node туралы бізде көрсетілген бойынша орындайтын боламыз. Бізде бастапқыда мінекей көрсетіліп тұр өзі. И бұны алып осында қоямыз. И біз осы жерде бұны алдын ала бауын деп өзімізге керекті файлды ашып аламыз. Бізде мына жерде bytes at port деп көрсетіліп тұрған. Ой, так, кешірім сұраймын тағы да. И осы жалғауымыз, и одан кейін бізден ақтан шыққан порттарды осыған соответствующий. Так. Жалғайтын боламыз. И біз мына енді кейс структурасын создать ететін боламыз, екінші үлкен кейс структураны. Так, оның үшін өтеміз. Кетеміз. Кететін боламыз. Так, мында. И одан кейінгі біз мында так нөлден үлкен болса дегенді алатын боламыз. Үлкен болатын болса, так. Так, тексеретін нәрсені конструктордың ішіндегісін әрине. И одан кейін соответствующий жалғап шығатын боламыз. Конструктордың ішінде біз әрине visa read несін орындалатын боламыз. Бізге visa read функциясы керек болатын болады. Так, оны да іздейміз. Visa так, visa read, и біз оны соответствующий бірге жалғап шығатын боламыз. Айнада қатесіз, конечно, әрине. И, ну, конечно, без кейсов даже так. И одан кейін біз фраг несін орындайтын боламыз. Бізде жаңа самостоятельно работа үшін өзімізге керекті. Тағы да бір-екі массивтарды қолданатын боламыз. Олар үшін біз бастапқыда массивтің ішінен так бізге керек болады бастапқыда index array, әрине. Index array, одан кейін бізге керек болады тағы да split string to array. И осыны қолданатын боламыз біз алдағы уақыттарда. И одан кейін бастапқыда string to array'ге жалғау керек болатын боламыз. Осы бізден мысалы read buffer'ден алынған нені. И ол read buffer'ден біз index array'ге жалғайтын боламыз, что біз осыдан осыған оқи алу үшін ретінде ғана. И так. Да, біз create control
create control, create constant so'zlab aytadigan bo'lamiz. Әрине бұл менде көріп тұрғандарыңыздай бір ғана неден тұратын болады. Бір ғана бізге матрикс керек емес. Бізге просто массив керек тағы қыламыз. Мұнда бізге тағы да толтыру керек болады. Create constant. Мұнда бізде орындалады. Процент F. Мұнда бізде тағы да керек болады. Create constant. Дәл өзі. Осылар орындалу керек болатын болады. Бұдан ары қарай біз жалғастырамыз. Бізде көрсетілген тапсырмалар бағыты бойынша әрине. Бізде білеміз, что біздің яқта бір ғана самостоятельно работаушымызға бір термометр, потом одан кейінгі дабл несі керек болатын, одан кейін температура қолданатынымызды. Біз бастапқыда термометрді өзіміз осында жалғайтын боламыз, осында табатын боламыз деп айтқым келгені ғой. Термометр. Термометр қолданылатын болады. Бізде осы неде. Одан бөлек тағы да біз график шығару үшін бізде осы екі деп қолданылатын боламыз. Температура бұл, температура екі. Память шықты, тәктен мұнда кеткен екен, мұнда кеткен екен. Біз термометр бірді осына қоямыз. Кішкене жоғарылап алатын боламыз. Одан кейін біз бұны осына жалғаймыз. Одан кейін бізге температура екі керек болатын болады. Оны біз алып осына жалғайтын боламыз. Біз мынаны кішкене кетеміз, екі ретеміз. Чтобы екіне қабылдай алу үшін ғой. Біз тағы да термометр екіні осыдан алып жалғайтын боламыз. Бұнда да тоже дәл соны қайталайтын. Біз бұнда тағы да create constant. Create constant. Индикатор. Create индикатор несі қолданылатын болады. Біз бұны алып осындай форматта істейтін боламыз. Бұнда да тоже create индикатор. Оны да алып осындай форматқа келтіретін боламыз. Бізде осыдан кейін біз бұл жерге уақыт беретін боламыз. Бізге wait не арқылы бізде затешка ретінде. Wait Kanalımız 14, ikinci часть, аппаратный самосознательный работамен бірге. Бастапқыда бізде бредпортты аламыз. Бредпортты бізде LM-ді жалғаған көріп тұрып, осы жерде бізде резистор оған жауабымды алып, Stoп. Стоп керек. Біріншісі. Батырас. Одан кейінгі екіншісіне әрине. Одан кейінгі бастапқыда жалғаймыз граундқа. Граундты біз ең оң жағындасын аламыз. Біз соңына даяу, енді бұны виза несі арқылы постар алып шығамыз. Одан кейінгі екіншісі біз ең сол жақтан оны біз 5 вольтқа ескере алатын боламыз. Мынада тура соны қайталайтын боламыз алдындағыдай. Одан кейін біз бұлар соответствующий Бұнда біз виза close жалғайтын боламыз. Плюсті біз 5 вольтқа ол бізден яқта 10 ал минусты біз виза close қолданатын боламыз. Кішкене бұнда жақындатайын. Мұнда біз и соответствующий ортасындағы осымен біз ешқандай орнымызда самостоятельно работаны бірте боламыз. Тура осындай форматта біз енді фронт панельде өзімізге соответствующий форматқа көрсетілген бойынша келтіріп аламыз. Әрине бұдан біз өзіміздің порт 8-ге жалғап
жасайтын боламыз. Мына бізде дайын код жасалынған, жазылған. Дискінің ішіне И екшелеу. одан кейін аппаратный часть істейтін боламыз ары қарай. Рахмет, сапарәлі. Осылай бізде LabVIEW бағдарламасын сеніп, енді екінші бөлімде аппаратный часть істеп, оны жіберіп, көрсетіп тұрсың тексеретін боламыз. Одан кейін біз турмалында. Ну, бізде задержка болады обязательно, сол задержканың әсерінен біз турмалында қайта басып жібере беретін боламыз. Refresh. Военного званца, срок, кстати, достать. Задержканың әсерінен кішкене күтуге тура келеді. Мінекей, көріп тұрғанымыздай бізде іске асып жатыр, бірақ мынау все же кішкене арасында задержка болады, өйткені бізде бастапқыда сендер мониторда өзі обязательно задержкамен беріледі. Енді осын қайтадан басу арқылы қайыз. Мінекей, процесстердің жай жүріп жатқанын көре аламыз. Екі жақтардан түсіп, көтеріліп. Мінекей, енді басып жатқан жоқ, енді өздері арға жалғастырып жатыр. Келгенде біздің жақта бұны ұстап тұру арқылы не, көрдіңіз, көтеріліп жатқан 27, 28, 31 қолдың температурасының әсерінен. Аппараттың часть 2 бітті.